Үшінші тапсырма. Жұмбақтардың шешуін тауып, ондағы есімдіктердің мағыналық тобын көрсет. Еш тесікте тұрмайды, ол жоқта жер құрғайды. Жауабы су. Өзі көк, көлеңкесі жоқ, ол да су. Аяғы жоқ, жорғалайды, жүреді, аузы да жоқ, сыңғырлайды, күледі. Онсыз бірақ жер бетінде тірлік жоқ. Айтыңдаршы, осыны кім біледі? Бұның да жауабы су. Ал енді жұмбақтардың ішіндегі есімдіктерді табайық. Еш тесікте тұрмайды, ол жоқта жер құрғайды. Бұл жерде есімдік ол. Ол есімдігі жіктеу есімдігі болып саналады. Және де еш деген есімдік бұл болымсыздық есімдігі болып саналады. Өзі өздік есімдігі. Онсыз, яғни онсыз деген ол түбірі жіктеу есімдігі. Осыны сілтеу есімдігі, осы деген есімдіктен жасалған. Төртінші тапсырма. Жұмбақтарды шешіңдер, есімдіктердің қай септікте тұрғанын анықтаңдар. Ол келсе, орман шулайды, толқып теңіз тулайды. Қуса өзін қуады, ешкім оны қумайды. Бұның жауабы жел. Ал құрамындағы есімдіктер ол есімдігі. Ол жіктеу есімдігі, атау септігінде тұр. Өзін, өз деген өздік есімдігі. Оның өзі тәуелдік жалғауының үшінші жағында, және өзін, нені табыс септігінде тұр. Ешкім деген болымсыздық есімдігі атау септігінде тұр. Ол жіктеу есімдігі. Кімді, нені, оны табыс септігінде тұр. Біз едік, 30 арба қыз едік. Түнде жанған шоқ болдық, таң атқанда жоқ болдық. Бұл жұлдыз. Ал құрамындағы есімдіктер біз есімдігі, жіктеу есімдігі атау септігінде тұр. Келесі. Өзін көзін көрмейді, барлық тілде сөйлейді. Сен мен десен мен дейді, сен кел десен келмейді. Бұның жауабы жаңғырық. Құрамындағы есімдіктер өзін, яғни өздік есімдігі табыс септігінде тұр. Барлық, жалпылау есімдігі атау септігінде тұр. Сен және мен жіктеу есімдіктері, бұлар да атау септігінде тұр, яғни ешқандай қосымшасыз. Бесінші тапсырма. Мәтінді мұқият оқыңдар. Судың сырын білесіз бе? Мәтінді оқисыздар өздеріңіз, балалар. Ары қарай тапсырмасына көшейікпіз. Тапсырмасынан бастайық. Көп нүктенің орнына мағынасы жағынан сәйкес келетін есімдіктерді қойып, сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. Қажетті сөздері ешқандай, барлық, өзінен өзі, бірнеше. Бірінші, ыдыстағы күріш өзінен өзі көктей бастаған. Бұл жерде өзінен өзі деген өздік есімдігін қойдық. Ары қарай тәжірибе барысында үшінші ыдыстағы суға ешқандай көңіл бөлінбеді. Ешқандай деген болымсыздық есімдігін қойдық. Зәмзәм суы жер бетіндегі барлық судан таза. Барлық деген жалпылау есімдігі. Үш ыдысқа бір ай бойы бірнеше сөз айтады. Бірнеше деген есімдікті қойдық. Мен
мәтіннен жіктеу есімдіктерін теріп жазып, құрамына қарай талда. Үлгі: оның жіктеу есімдігі ілік септік тұлғасында. Ал кеттік. Б. Мен жіктеу есімдігі түбір тұлғасында атау септігінде тұр. Сені жіктеу есімдігі кімді, нені табыс септік тұлғасында. Оларға жіктеу есімдігі түбірі ол, лар көптік жалғауы ға барыс септік тұлғасында тұр. 7-ші тапсырма. Қарамен берілген сөздерді есімдіктермен ауыстырып жазыңдар. 1. Су жансыз жер ғаламшарына жан бітірген. Ал су деген қарамен жазылған сөзді ол жансыз, яғни ол жіктеу есімдігімен алмастырдық. Келесі 2. Жер бетінің 70% су алып жатыр дегенде 70 дегенді бірнеше деген есімдікпен алмастырдық. Жер бетінің бірнеше пайызын су алып жатыр. Менделеев кестесіндегі ең қасиетті элемент су болып табылады. Оның кестесіндегі ең қасиетті элемент су болып табылады. Оның жаңбыр жауын тілеп, халық тасаттық жасайды. Халықтың орнына барлығы деген есімдікті қолдандық. Барлығы тасаттық жасайды. 8-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына берілген есімдіктерді қойып көшіріп жазыңдар. Тау бұлағы да ағады, ой бұлағы да ағады. Әр қайсысы өзінше тепкілейді жағаны. Бірі жылжып барады, бірі мөңкіп барады. Мына жерге қоямыз. Бәрісі де не шара аға алмайды жоғары. Бәрісі де ұмтылады, тек ылдиды, іздейді. Әр қайсысы өзінше қатарларын түзейді. Бұлақтардың көбісі дарияға құймайды. Дарияны қайтеді, мұнысы да жөн шығар. Мүмкін олар даласын шөл етуге қимайды. Бар қуатын өзінің топырағына сыйлайды деп мына есімдіктерді қойып шығамыз. 9-ші тапсырма. Ребусты шешіп, Жүсіп баласағұнның айтқан сөзін табыңдар. Үй, саты, пыны қосам, сатып, үй сатып алмасаң, үй сатып алмасаң. Алмадан екі әріпті алып тастаймыз. Ал болады. Үй сатып алсаң, көрпе, көр, қосамызшы, көрші, есіңеу, ені және уды алып тастаймыз. Көршісіне, ара, қара. Үй сатып алсаң, көршісіне қара. Жер сатып, қаны алып тастаймыз, алғылады. Алсаң, қауын, қан алып тастаймыз, суына, ара, қара. Жер сатып алсаң, суына қара. Сонда шыққан ребус. Үй сатып алсаң, көршісіне қара. Жер сатып алсаң, суына қара. Ребустың шешімі болған қанатты сөзге байланысты өз ойларыңды білдіріңдер. Қанатты сөздегі оймен келісесің бе, келіспейсің бе? Өз пікірлеріңді дәлелдеп іссіз жазыңдар. Яғни үй сатып алсаң, сен кіммен көршілес боласың, қандай адамдармен көрші боласың. Ең алдымен көршісімен танысу керек. Соған орай үй сатып ал деп кеңес беріп тұр. Ал жер сатып алсаң, қандай жер сатып аласың? Яғни суына қара, оның суы қандай. Егер суы мол болса, онда жер құнарлы болады деген сөз. 2-ші тапсырма 92-ші бет. Мәтін мазмұны бойынша сөз жұмбақты дұрыс шешсеңдер, саяхат сөзінің баламасын табасыңдар. 1. Алакөл және балқаш қосылып, екеуі теңіз болған. Теңіз.
реликт Алакөлде және Бурят елінде сақтапты. Бурят. Алакөлдің шығысында барлық жотасы көрініп тұрады. Барлық. Реликт деген сөз латын тілінен аударғанда қалдық деген білдіреді. Реликт. Келесі. Алакөл суының құрамында тұз бен йод минералды заттар өте көп. Тұз. Соңғысы. Көлдің беті қара көк, шымқай, көк, көгілдір, лайсан, сары болып түрлі түске енеді. Сонда шыққан сөз бірінші тур, тури, тұз болды, туризм, және де шымқай туризм. Яғни саяхат деген сөздің синонимі, баламасы деген, яғни синонимі туризм деген сөз шықты. Үшінші тапсырма. Тиісті есімдіктерді қойып, сөйлемдерді қайта көшіріп жаз. Біздің қазақ әрбір жер атын, тау атын сол заманда ортаның сыр сипатына қарай қоя білген жұрт. Бұл жерде қойған есімдігіміз, яғни әрбір мен ешбірін біреуін таңдасақ, әрбір жер атын дегенді таңдаймыз. Қайда, қандай, әр өлкеге барсан да, жер, су, жапан, түзде кездескен кішкене бұлақ атының өзінде қаншама мән-мағына шешілмеген құпия сыр жатады. Қайда, қандай, бір өлкеге барсан да, жерге бір дегенді қоямыз. Ешбір, әрбір ағашты, әрбір бұтақты жалғыз дәнді де ыждағаттылықпен сақтау, қамқор болу басты міндеттің бірі. Бұл жерде әрбір деген есімдікті таңдаймыз. Әрбір ағашты, әрбір бұтақты. Әркімнің өз жері Мысыр шаһары. Әркімнің дегенді таңдаймыз. Келесі төртінші тапсырма. Өлеңді мұқият оқимыз. Жетісу өлеңін мұқият өздерін оқисыңдар. Ал біз астындағы тапсырмасын орындайық. Үлгіге қарап кестені толтырыңдар. Яғни Тентек өзені қысқа, өте ерке. Бұл өлеңді оқи отырып, мына өзендердің сипаттамасын табамыз. Әрі қарай келесі бізде Лепсі өзені. Лепсі өзені күші көп, яғни күшті және тез, ағысы тез. Ақсу өзені қолайлы, Қаратал диқанға пайдалы, өте нәрлі өзен. Іле өзені байсалды, үлкен өзен. Шу асып тасқан сулы және нулы өзен. Аягөз өзені арнасы кең, суы көп өзен деп жазамыз. Келесі тапсырмасы. Сұрау есімдіктерін пайдаланып, мәтін мазмұны бойынша сұрақ дайындаңдар. Қай, неше, неге, қайда, қалай, қандай, нешінші. Ал кеттік. Қай мекенде жеті өзен бар деп, қай деген есімдікті пайдаландық. Неше өзен ағып жатыр? Жеті өзен. Неге жетісуды жер жанаты деген. Іле өзені қайда ағып жатыр? Ары қарай қалай есімдігі, мысалы, жеті өзенді өлкені қалай атайды? Мысалы, Ақсу өзені қандай өзен? Іле өзені нешінші өзен деп сұрақтар қоюға болады. Б. Берілген сөздердің синонимін тауып жазыңдар. Келте, яғни синоним дегеніміз, ол осы сөздің баламасы, яғни синонимнің ережесі. Мағыналары бір-біріне жақын сөздер. Келте дегеніміз ол қысқа. Келте қысқа, екеуі синоним. Жарату деген, яғни жұмсау деген сөз. Мысалы, ақшаны жарату, ақшаны жұмсау. Көркем деген әдемі, сұлу. Мысалы, көркем жазу, әдемі жазу. Кезу деген аралау, шарлау, яғни
даланы кезу, даланы аралау, даланы шарлау, яғни осы синонимдер. 5-ші тапсырма. Кестеде берілген есімдіктерді түрлендіріп жазыңыздар. Сол, көптік жалғауына қоямыз. Сол, солар, бұл, олар, осы, осылар. Ал енді септейміз. Атау септік сол, ілік септік кімнің ненің сонын, барыс септік кімге неге соған, табыс септік кімді ненің соны, жатыс септік кімге неге сонда, шығыс септік кімнен неден содан, көмектес кіммен немен сонымен. Дәл солай атау ол, ілік оның, барыс оған, табыс оны, жатыс онда, шығыс одан, көмектес онымен. Атау осы, ілік осының, барыс осыған, табыс осыны, жатыс осыда, шығыс осыдан, көмектес осымен. 7-ші тапсырма. Желкендерге жазылған есімдіктерді құрамына қарай талдандар. Үлгі: бәрінен, жалпылау есімдігі, түбірі, бәрінен, шығыс септігінің жалғауы. Келесі: бұл сілтеу есімдігі, түбірі бұл, атау септік тұлғасында тұр. Күллі, жалпылау есімдігі, түбірі күллі, атау септік тұлғасында тұр. Бұған, сілтеу есімдігі, түбірі бұл, ған, барыс септік тұлғасында тұр. Осы, сілтеу есімдігі, түбір тұлғасында тұр. Өзінен, өздік есімдігі, түбірі өз, оның өзі, тәуелдік жалғауының 3-ші жағы және нен, шығыс септігінің жалғауы. Бәріне, жалпылау есімдігі, түбірі бәрі, не, барыс септігінің жалғауы. Баршаға, жалпылау есімдігі, түбірі барша, ға, кімге неге, барыс септігінің жалғауы. Өзіміз, өздік есімдігі, түбірі өз, әміз, көптік жалғауы. Барлығының, жалпылау есімдігі, түбірі барлық, оның барлығы, тәуелдік жалғауының 3-ші жағы, ның, ілік септік